Сәлем достар, карантин уақытын тек қана кино немесе сериал көріп қана өткізіп жатырған жоқсыздар деп үміттенемін. Біреулер аудиокнигалар тыңдайды, біреулер пайдалы видеолар көреді, біреулер документальный фильмдер қарау мүмкін, немесе қабілеттерін арттыру үшін әртүрлі видео уроктар, видео сабақтар қарау мүмкін. Жалпы 21 ғасырда уақыт ең құнды валюта болып табылады, сондықтан осы жаңа айтылған істерге байланысты уақытыңызды үнемдеуге болатын кеңеспен, былайша айтқан кезде лайфхакпен бөлісіп келіп отыр. Осыдан 2 жыл бұрын ресейлік банкирдің журналистке берген интервьюында оқыған болатынмын. Ол өзінің уақытының тығыздығына байланысты өзіне керекті, пайдалы деген роликтерді немесе аудиокнигаларды, подкасттарды 2 есе жылдамдықпен тыңдайды, 2 есе жылдамдықпен көреді екен. Соны естігеннен бері, соны оқығаннан бері мен YouTube'тан қандай видео көрсем де 2 есе жылдамдықпен қараймын, оны қазір іс жүзінде сізге көрсетемін. Документальный фильмді қарайық. Ең бірінші тұрған документальный фильм BBC-дікі екен. Қазір естіп отырғандарыңыз нормальный жылдамдық. Оны 2 есе жылдамдатсақ, бір сағаттық роликті жарты сағатта қарап шығу мүмкіндігі болады. Бұл сіздің біріншіден уақытыңызды үнемдейді, 2 есе, және сіздің миыңыздың ақпаратты тез қабылдап, тез қорытып, есіңізде тез сақтауыңызға өзінің септігін, өзінің көмегін тигізеді. YouTube-та ашқан кезде настройки деген жерде тұрады. Мен настройки, скорость воспроизведения деп тұр. Негізі обычныйда тұрады. Обычный мен тыңдап жүрген кезде, мысалы 10 минут қарайтын видеоны 5 минутта қарап шығуға болады. К 1960 году нас стало уже 3 миллиарда, а потом понеслось. Кривая взлетает вверх. 7 миллиардов 700 миллионов. Бірден 2 есе жылдамдықпен қарау оңай болмайды. Мен осыдан 2 жыл бұрын бастаған кезде біріншіден уши режет дейді ғой, яғни құлағыңызға нереально дискомфортно болады, яғни жылдам айтып жатқаннан кейін неге не айтып жатыр, неге сонша жылдам деген сияқты құлағыңыз прям жақтырмайды нереально. Екіншіден, барлық сөздерді толыққанды естіп, түсініп үлгермеуіңіз мүмкін. Бұл да жаттығуды талап етеді. Көп осылай жоғары жылдамдықпен тыңдай берсеңіз, сіздің құлағыңыз сөздерді тез қабылдап үйренеді. Содан кейін үшінші, құлағыңыз тез кез келген сөзді толықтай естіп түсінгеннің өзінде миыңыз оны тез қабылдап, тез қорытып, есіңізге сақтап үлгермеуі мүмкін. Ол басында примерно 3 күн немесе 4 күннен кейін сіз уже жаттыға бастайсыз, үйрене бастайсыз, ақпаратты тез қабылдауға үйренесіз, кез келген сөздерді толыққанды түсіне бастайсыз. Оны бірден бастаған кезде жаңағыдай біреулер ойлауы мүмкін, мысалы бір обычный скорость 1,5, 1,75, сосын 2 солай көбейту керек. Менің ойымша керісінше бірден тыңдау керек, 2 есе жылдамдықпен максимум. 2 есе жылдамдықпен 3 күн, 4 күн тыңдағаннан кейін 1,5 есеге түсірсеңіз, 1,5 есе сіз үшін норма болады. Бұрынғы обычный скоростьпен тыңдап жүрген сияқты 1,5 есе сіз үшін норма болады. Салыстырмалы түрде келтіруге болады. К примеру, трассада 2 жүргізуші келіп жатса, біреуі 100 км/сағат жылдамдықпен, екіншісі 200 км. 2 автокөлікте де жылдамдықтарын 2 есе түсіріңдер десе, біріншісі мысалға 100 км жылдамдықпен жүріп жатып, максимуме содан 2 есе түсуі мүмкін, яғни 50 км жылдамдықпен. Екінші жүргізуші ол 200 км жылдамдықпен кетеді да, 2 есе төмендеткен кезде 100 км жылдамдыққа түседі. Бұл 100 км ол үшін екінші жүргізуші үшін жай болып көрінуі мүмкін, бірақ бірінші жағдайда ол максимум болған. Дәл сол сияқты бұл жерде де сіз 2 есе жылдамдықпен максимум тыңдап үйреніп қалсаңыз, құлағыңызды, миыңызды жаттықтырсаңыз, содан кейін примерно 3-4 күннен кейін 1,5 немесе 1,75 1 сағаты төмен жаңағыдай жай скоростьқа қойсаңыз, уже сізге норма болады, яғни сіз өзіңіздің информацияны, ақпаратты қабылдау нормаңызды көтердіңіз деген сөз. Әрине бұл кез келген видеоға қолдануға келмейді, өйткені мысалы кино көргіңіз келсе, эмоция бар жер кезде ол жерде қолдана алмайсыз. Бірақ жаңағы мен айтып өткендей, документальный фильм көргіңіз келсе, пайдалы видеолар немесе аудиокниганы, подкасттар тыңдаған кезде, немесе видео уроктар әсіресе қараған кезде, ол жерде ешқандай эмоция жоқ қой. Сізге только прям факт, ақпарат қана керек, нақты ақпарат. Дәл сол жерде сіз 2 есе жылдамдықпен тыңдасаңыз, 2 есе уақытыңызды үнемдейсіз және ешқандай ақпарат жоғалтпайсыз, өйткені эмоция қажет емес, ол жерде жылдам керекті ақпараттарды түртіп аласыз, қабылдап аласыз, болды. Міне бүгінге осы, уақытыңызды үнемдеңіз, карантинді пайдалы ақпарат, пайдалы документальный фильм немесе видео уроктар қараумен өткізіңіз. Жай қарамай, 2 есе жылдамдықпен қараңыз. Сонымен достар, каналға жазылып, видеоға лайк қалдырыңыз, пікір жазыңыз, өзіңіздің эффективтілікті арттыруға арналған кеңестеріңізбен бөлісіп, пікірге жаза отырыңыздар. Колокольчик белгісін басып қойыңыз, келесі видеоларды жіберу алмас үшін.
қош сау болыңыздар.